Қайырлы күн менің тұрақты көрермендерім. Бүгін мен өз каналымда бух лаваштың дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Олай болатын болса, видеомды толық көрулеріңізге кеңес беремін. Ең алдымен бізге тартылған ет, яғни фарш қажет. Одан кейін сыр қажет болады. Мен сырды алдын ала үккіштен өткізіп дайындап алған болатынмын. Енді фаршымыздың үстіне татымына қарай тұз, бұрыш және бір жұмыртқаны салып, жақсылап араластыратын боламыз. Енді бізге лаваш қажет болады. Мен міне лаваштың екі бөлігін алған болатынмын. Бірінші бөлігіне сырымызды орналастырамыз, яғни толықтай жететіндей қылып орналастырып шығатын боламыз. Одан кейін екінші лавашты үстіне төсеп, фаршымызды да дәл солай орналастырып шығатын боламыз. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай барлығын осылай жағып шығатын боламыз. Ендігі кезек лаваштарды, яғни осыны орайтын боламыз. Арасына ауа қалып қоймайтындай етіп, тығыздау етіп, жақсылап қысып тұрып орайтын боламыз. Міне протеинімізға пергамент қағазы немесе фольга төсеп, осылай бух лавашымызды орналастырамыз. Одан кейін бетіне міндетті түрде жұмыртқа жағыңыздар. Жұмыртқа жағып аламыз. Айтпақшы достар, каналыма тіркелмеген болсаңыздар, каналыма тіркеліп, қазақша контенттің дамуына өз үлесіңізді қоса кетіңіз. Астына комментария қалдыруды да ұмытпаңыздар. Мен комментарияны міндетті түрде оқитын боламын. Міне достар, жұмыртқаны жаққаннан кейін бетіне мен кунжут сепкен болатынмын. Кунжуттарыңыз болса, бетіне сепкендеріңіз жөн болады. Енді осы бух лавашымызды пешке салып 15-20 минут көлемінде пісіріп алатын боламыз. Міне достар, біздің бух лаваш дайын. Өте дәмді, өте керемет болып шықты. Үй жағдайында сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Міне көріп тұрғандарыңыздай дастарханыңызға ұсына берсеңіз болады. Назарларыңызға рахмет.